Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін біз автосондағы медицинаға байланысты сұрақтар талдайтын боламыз. Бүгін бізде тек қана медициналық сұрақтар, жол белгілері, жол қиылысына байланысты сұрақтар болмайды. Тек қана медицинаға байланысты сұрақтар. Видео басталмас бұрын айта кетейін. Өздеріңіз білетіндей, сәуір айынан бастап бізде автосонға оқыды деген қағаз керек, яғни сертификат керек, оқыды деген. Оны сіздер автомектептен аласыздар, яғни автомектепті бітірген кезде сол қағазсыз енді кіргізбейді автосонға. Ол қағаз алу үшін не істейсіздер? Яғни сіздер міндетті түрде автомектепте 2 ай 15 күн бойы оқуларыңыз керек. Ертең автосонға барған кезде мен сертификатты қазір енді сатып алам деушілер өте көп, Сатып алам дегенде оны оқымай сатып алам дегендер, яғни 2-3 күннің ішінде сатып ала қоям, бара қоям деген сияқты. Қазір өте қатты тексеріс болып жатыр. Міндетті түрде 2 ай 15 күн бойы сіздер базада оқуларыңыз керек. Онсыз сіздер өте қиын болады ертең аяққа барған кезде сатып алып барсаңыздар. Міндетті түрде оқуларыңыз керек. Сол оқыды деген қағазы бізден алсаңыздар болады. Онлайн түрде 2 ай 15 күн бойы оқымайсыздар. 2-3 аптаның ішінде тез бітіріп тастап, сабақтарын бәрін 2 ай 15 күннен кейін барып, өздеріңіздің сертификаттарыңызды алатын боласыздар. Қасында бізде тест сұрақтар қосылып берілетін болады және автодром тегін беріледі. Қызықтырса, комментарияда WhatsApp номер бар, соған жазыңыздар. Бізде каспирет, рассрочка барлығы қарастырылған. Ендеше кеттік. Тек қана тест сұрақтарын алам деушілер болса да, жазыңыздар. Бізде тест сұрақтары сатылымда болып жатыр. Қазір 1 ай алсаңыздар, 1 ай сыйлыққа беріледі. Ендеше тестімізді бастайық. Так, медициналық сұрақтар: ыстық сумен күйген кезде көрсетілетін алғашқы көмек қандай? Ыстық сумен күйген кезде бізде 10-15 минут бойы бөлме температурасындағы сумен шаю, Жауап дұрыс. Омыртқа жотасының жарақаты кезінде көрсетілетін алғашқы көмек. Бұл жерде бізде А варианты дұрыс. Егер зардап шегуші есіне таңбаған болса, онда оның басын денесімен бір деңгейде болатындай етіп ұстау қажет. Әрі қарай оқыңыздар. Пауза қойып, 3-ші сұрақ: жарақат соғылу кезінде алғашқы көмекті қалай көрсету керек? Так, жарақат. Бұл жерде бізде А вариант дұрыс, суық компрессор басамыз, соғылған аймақта тыныштық күйде ұстау. Суық компрессор дегенде суық зат басу керек, мұз. Реанимациялық шараларды жасау кезінде өкпеге ауаның кедергісіз өтуі үшін не істеу керек? Киімді ақтау, бастың астына валик қою, жауырын астына валик қою, басын артқа шалқайтып, иекті көтеріп, ауызды ашу қажет дейді. С варианты дұрыс деп ойлаймын, өйткені бастарыңызды сіздер көпшікке жатасыздар ғой, артқа шалқайтсаңыздар, кәдімгідей ауа барады. Ауа жақсырақ барады, былай кәдімгі отырғаннан. 5-ші сұрақ: аяқ қолдарын үсік шалған зардап шегушіні жылы орынға әкелген кездегі алғашқы көмек. Так. В варианты дұрыс деп ойлаймын бұл жерде. Киім шешу, аздап зақымдалған дене бөлігін жылыту, таза таңғыш салу, кофеинсіз алкогольсіз көп мөлшерде жылы сусын ішкізу, жедел жәрдем шақыру, дұрыс вариант. 6-ші сұрақ: егер сіз қауіпті апат болған аймақта кездейсоқ болып қалсаңыз, бірінші кезекте не туралы ойлау қажетсіз? Жеке қауіпсіздігіңіз жайлы, ең бірінші өзіңіздің қауіпсіздігіңізге жауап бересіз, сосын қасындағыларыңызға. 7-ші сұрақ: мұрнынан қан ағу кезінде көрсетілетін алғашқы көмек. Так. Мұрнынан қан ағу кезінде басын алға қарай иіп, мұрнын қысып ұстап, ауызбен демалуын сұраймыз. Кеңсірікті күйде суық зат басу. В варианты келіспей ма? А варианты көрейікші. Бізде қате жауап. Бізде артқа шалқайтатын едік қой, мұрнынан қан кетсе. Яқтан ауырады екен, Яқта түсініп тұрмын былай жалпы. Так, инсульт кезіндегі алғашқы көмек. Инсульт дейді бізде. Так, бұл жерде бізде А варианты дұрыс, Келесі: байламдардың зақымдалу кезінде не істеу керек? Эластикалық суық компрессор басу. Так, қате жауап. Эластикалық таңғыш салу керек екен. Суық компрессор басу. Оның қандай мақсатпен алғаш көмек көрсетіледі? Так, бұл жерде бізде екеуі де дұрыс,
алғашқы көмек көрсету кезінде орнынан таюды қалпына келтіруге болады ма дейді. Так, әрине болмайды, болмайды. Так. Он екінші сұрақ, сусындану кезіндегі алғашқы көмек. Бұл жерде әр 10 минут сайын аз мөлшердеп су ішкізу, әр 5 минут сайын бөлме температурасындағы суды көп мөлшерде ішкізу, әр 5 минут сайын бөлме температурасындағы суды аз мөлшерде ішкізу. Әрине С варианты, аз-аздап ішкіземіз. Жылы мезгілде қан тоқтататын жгутты қандай мерзімге қолдануға болады? Жылы мезгілде. Так, бір сағаттан артық емес. Сұрақта енді дұрыс түсінбедім. Жгутты білем, әйтеуір қан тоқтататын ғой, қысып ұстайтын. Жара мен жарақаттың қандай түрінде суланған дәкеден таңғыш салынады? Так, ашық құрсақ жарақаты, ашық бас ми жарақаты, ашық бас ми жарақаты, пневмоторакс дейді. Жауап қате бізде, құрметті достар. Нақта менің жауаптарымды сіздер жасамаңыздар, қателіктерін жібермеңіздер. Таза көзбен жаттап отырыңыздар. Так, 15. Ауру сезімі ісіну буынның деформациясы мен функционалды әлсіздігі ненің белгілері мен симптомдары болып табылады дейді. Байламдардың созылу, бұлшықеттің созылу буынның орнына таюы. Саған 3 сұрақ қателесіп келе жатыр, қатарынан орнына таю дейді. 16. Ішкі мүшелерден қан кету кезінде қандай алғашқы көмек көрсетіледі? Ішкі мүшелерден қан кету кезінде дейді. А варианты дұрыс деп ойлаймын. Зақымдалған беткейге суық зат басу, тыныштық күйді қамтамасыз ету. 16-шы сұрақ бізде дұрыс. Аяқ сынығы кезінде иммобилизация шинасын орнату үшін зардап шегушінің үстіндегі киімді шешу қажет пе? Так. Иммобилизация. Саған. Жоқ дейікші. Жауап дұрыс. Шина деген аяқ сынған кезде, қол сынған кезде. Қан кету қандай болуы мүмкін? Бізде бұны білем, енді ішкі сыртқа қан кету бар, капиллярлы, веносы, артериалды. Осындай 3 түр бар, және ішкі сыртқа. Бізде барлық аталғандар дұрыс. 19. Ашық сынықтың белгілері қандай? В варианты дұрыс, бұл жерде тері жабындысының зақымдалуы дегенде мен білдім, ашық сынық екен. Жалпы дененің қатты болуы, терінің мәрмәр түстес болуы, жүрек соғысы мен тыныс алудың баяулауы, бұл белгілер қандай жағдайға байланысты? Тоңазу, тоңазу жаттап алыңыздар. Суық мезгілде қан тоқтататын жгутты қандай мерзімге қолдануға болады? Суық мезгілде қан тоқтататын. Қандай мерзімге дейді? 1,5 сағаттан артық емес. Жарты сағаттан артық емес екен. Жаттап алу керек екен сұрақтарды. Алғашқы көмек көрсетудегі алгоритмнің бірінші кезеңіне жатады. Алғашқы көмек көрсетудегі алгоритмнің бірінші кезеңі. Так. Апат болған аймақта бір қарап шығамыз, қауіпсіздікпен қамтамасыз етеміз. Сосын барып зардап шегушіні қарау және алғашқы көмек көрсетеміз. Мамандарды шақырамыз деген сияқты. Так, бұл жерде бізде А варианты дұрыс. Аяқ-қол ампутациясын жасау кезінде қандай алғашқы көмек көрсету қажет? Мынаны оқып алыңыздар, өзіңіз пауза қойып, мен оқып сіздердің бастарыңызды ауыртпайын. Инсульттің негізгі белгілерін атаңыз дейді. Инсульт. Бір қолды бір деңгейде ұстай алмау, бет асимметриясы. Так, бұл жерде бізде дұрыс сұрақ А варианты, бір деңгейде ұстай алмайды, екі қолды. Есінен танған зардап шегушінің тыныс жолдарын ашу үшін қандай тәсіл ұсынылады? Маңдай иек, маңдай иек. Жаттап алыңыздар. Қол немесе аяқ саусақтарының күйі кезінде таңғыш салу ерекшеліктері. Так, барлық бұйымдар шешу, саусақ арасына суланған қыспайтын таңғыш салу. А вариант дұрыс. Ширатпа немесе бұрау қою әдісін қанша минутқа созуға болады? 15 емес 5 минут, құрметті достар. Так, 28. Зардап шегушінің тыныс алу жолдарында тұрып қалған бөгде затты алу үшін не істеу қажет? Так, С варианты дұрыс. Мынаны оқып алыңыздар. Мінекей паузаға қойып, паузаны қоясыздар ютубта оқи бересіздер смело. Аз уақыт аралығында есінен тану деген ол бізде есінен тану, или кома ма? Есінен тану.
жауап дұрыс. Қандай қан кетуі адам өміріне ең қауіпті? Ол артериалды да, ең самый жесткий. Фонтан сияқты ағады. 31. Тікелей емес жүрек массажы жасалады. Семсер тәрізді өсінден екі саусақ жоғары ма? Жоғары болу керек, Тікелей емес жүрек массажы деген, яғни сіз жүрекке тікелей жасап жатқан жоқ, сыртынан жасап жатсыз. Тікелей деген массаж бар, ол хирургтар жасайды, яғни тіліп тастайды адам денесін, жүректі ұстап жасайды. Ол тікелей массаж, но тікелей емес массаж. Осындай айырмашылықтар бар. Бастың жабық жарақаты кезіндегі алғашқы көмек. Ол бізде вариант емес, жабық жарақат кезінде басқа суық зат қойыңыз дейді. Яқты вариант толық ақпарат беріп тұр да, сосын ойлағам осы сұрақ дұрыс деп. 33. Нәрестенің басын жүрек өкпелік реанимация жасау кезінде қалай ұстау қажет? Бейтарап қалыпта да, бейтарап қалыпта. 34. Бактерицидтік майлықтарды қалай дұрыс қолдану керек? Мәса. С варианты дұрыс екен, аны оқып алыңыздар. Мен қателескен сұрақтарымды қарап отырыңыздар. Жазып алыңыздар, или бір жерге көзбен жаттап алыңыздар деген сияқты. Көлік апаты нәтижесінде зардап шегушінің тыныс алуы мен пульсы болмаған жағдайда қандай көмекті қалай көрсету керек? Пульсы жоқ, тыныс алуы мен пульсы болмаған. Варианты дұрыс, қатты жерге жатқызамыз, жүрекке массаж істейміз, сосын жасанды тыныс береміз. Егер апат болған аймақта қауіпті болса, не істеу қажет? Варианты дұрыс бізде, егер оқиға орны қауіпті болса, онда мүмкіндігінше қауіпті жою және зардап шегушіні барынша сақтықпен эвакуациялау қажет. Егер қауіпті жою мүмкін болмаса, онда оқиға орнына тастап құтқару қызметі мен жедел жәрдемді шақыру керек. Варианты дұрыс бізде, артериялық қан кету белгілері, айттық қой, самый жесткий, қан ашық қызыл түсті, қатты пульсацияланған, күшпен ағады ғой. С варианты дұрыс. Артерия. 38. Венозды қан кету дейді бізде. Ол енді орташа, қатты емес, но ол да қауіпті, құрметті достар. Мән беру керек. Қан қою қызыл түсті болады. Ақырын біркелкі үздіксіз ағады, тоқтамай. Зардап шегуші сіздің көмегіңізден бас тартса, алғаш көмек көрсетуге болады ма? Жоқ, өзі бас тартып тұр, яғни біз де бас тартамыз одан. Іштің ашық жарақаты кезінде көрсетілетін алғашқы көмек. Варианты дұрыс екен, құрметті достар. Жауап қате. Мына сұрақты оқып жіберейік. Іштің жарақаты кезінде көрсетілетін алғашқы көмек. Егер жарақаттанған аймақта ішкі мүшелер көрініп тұрса, оны дымқылданған таза матамен, кейін полиэтиленмен жабу керек, содан соң қатты қыспай жалпақ таңғыш орау керек. Таңғышпен. Ішкі мүшелерді қолмен ұстамаңыз, жедел жәрдем шақырыңыз дейді. Жауап дұрыс. Ал осымен тестіміз аяқталды, құрметті достар. Біз 30-да 40 жиналдық. Бұл медициналық сұрақтар өте жақсы нәтиже. 40 сұрақтың 30-на дұрыс жауап бердік медициналық сұрақтардан. Бұл өте жақсы нәтиже деп ойлаймын. Ал ендеше сау болыңыздар, комментарийға жазып кетіңіздер. Келесі қандай тақырыптан біз тест сұрақтарын талдайық, или общий талдайық па, бәрін жазып кетіңіздер. Бізде әртүрлі тақырыптардан тест талдай аламыз, құрметті достар. Сіздерге арнайы давайте комментарийға жазып кетіңіздер. Мен сол тақырыптардан видео шығаратын боламын. Ендеше сау болыңыздар, құрметті достар. Келесі видеода кездескенше. Айтпақшы, каналды қолдап кетіңіздер.